Дариға қарапайым ғана қара қыз. Жан дүниесі ғана емес, тұлғасы да нәзік. Еркіндігі ұрланған, көп жыл тұтқындық көрген адамдай байығы. Қазақтың жалғыз басты, балалы әйелдерінің бірі. Сан қилы әйел тағдырын сараптап отырып, әйелдің жаратылысынан да биіктей түсетінін байқайсың. Әйелдің қалай анаға айналарын ұғасын. Көктем келіп күн жылт етсе де, оның көңілі жылт етпейтіні неден? Гүлденге құрбысы қонар орынға келіп, екеуі түнімен сырласты. Ертеңіне күлімсіреп қана бей-жай шығарып салды. Бейтаныс, таныс жандар дегенді естуіңіз бар шығар. Біз солармыз. Таныстық, бірақ бір-бірімізді іздемейміз. Адамдар нөпірінің қарапайым қағидасы. Қос құрбы, бірі тіріні күтуде, бірі күту, адалдық. Дәл қазіргі уақытта қарама қайшы емес пе? Үмітпен күту мен үмітсіз күту. Сарыла күтіп сарғайған жанды бағалай білер жігіт бар ма қазір? Аполлонын адал күткен Пенелопаның заманынан бері қанша өмір өтті? Соғысқа кеткен ерін күте-күте бір күні шойнақ, соғысқа жарамсыз, жарымеспен қыз-қыз қайнап, шөпке құлай кеткен жеңгейлердің шеңгелін үзіп кеткен құдірет екеуді айналып өтті дермісіз? Азаматым-ай, сенің орныңды бастырар адамым ба еді? Әттең-ай, деп ашына көйлегін қағып, көпке ілесіп кеткендердің көксегенін көксемес темір ме еді? Кеудені отқа шарпыған жастық жалынды амалсыз өшіргеннің күні ме бұл? Әскердегі жігітін күтіп жүрген қаршадай Гүлденге де құрметім жоғары. Кімді кім біліп жатыр? Құдайдан өңгелер бірін-бірі сынап мінеуден кеткен, терезесі теңелген бір қадір уақытта өзгенің құшағына құлай кетсе, кім қой депті? Өтсе олар ару болар ма? Иттің сырттаны, аттың тұлпары, құстың сұңқары, әйелдің адалы, оныңнан туған жұлдызың деген. Гүлден екеуміз шай ішуге отырдық. Әр түрлі тағдырға үңіліп, үйренген басымыз өзі шешілмегенді қинамайды. Әп әдемі екен, бірақ дедім мен ол туралы. Байқағыш екенсің, деді ол. Қорқақ сияқты ма, қалай? Артынан әлдекім келіп, басын салардай бастығады. Ол қазір тура 36-да, деп Гүлден құрбысының өмірін алақанына жайып салды. Тағы бір тағдыр сымдай тартылып, әйел атты құдіретке бас игізіп жатыр. Дариға да бұлақтап өсіп қыз болып бой түзеген сәтте әп әдемі қалпы жалғыз қартайып бара жатарын сезген жоқ. Ондай түйсік берілсе адамға, алжасады да тобасы да керек болмай қалар еді. Өмір бойы некелі жарды ақ фатаны өз тойын армандайтынын білмеді. Кәрі қыз да емес, жесір де емес, дүбәра қалпында мұңды жастықпен жастығын құшақтап өтерін білмеді. Тағдыр оны сүйгенімен жолықтырды. Әлгі бір өлеңдегідей, тағдыр бізді мәңгілікке қоспаса, неге ғана уақытша қосты екен? Десіп қала берерлерін білмей, алаулап кездесіп, жастықтың жалынын қатар бөлісті. Сол көрмесе сағынысып қалатындарын кейде Дариға өзі де қорқатын. Сәбиді құшаққа қатты қысудан қорқатын ырымшыл халықтың баласы ғой. Біз ғана осынша өліп өшеміз бе? Деп өзінен өзі сұрағанда есіне мына бір өлең жолдары оралатын. Бар ғашықтар біздей ме екен? Бірін-бірін іздей ме екен? Олар ерекше ғашықтар еді. Бетіне жел болып тимей соншама аялағаны сүйіктісінің ішкі түйсікпен болашағын сезгені ме деп ойға қалады кейде. Солай жүргенде аяғы ауырлады. Үйленеміз, деді Бағдат той күнін белгілеп. Жауынның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер кезі болған шақ. Қымбатшылық желкеден қысып, жастыңды кәрінің де адымын аштырмай тұрған.
Қарға тамырлы қазақ тойы үшін қанша ақша керек екенін бәріміз білеміз. Ал Бағдат өмірінде бір-ақ рет берілетін тойын есте қалардай етіп тойламақ болды. Жұмыссыздық бел алған, бел ала дорба арқаласа да, арқасы терлей қоймаған өләрі шақта солақай ақшадан өңге көмек болмады. Арматура өткізіп, ақша алу белең алды. Жігіт біткен елсізді кезіп, сары арқада керексіз қалған талай темірді тауыстып борбай етті борша, арқа тері арша болды. Сонда Бағдатта әйел баласын асыраудың өңге жолын көре алмады. Кінәлі уақыт ба, заман ба, әлде өмірдің өзі ме, кім білген. Арматурада азайып көзден бұл ұшты. Ал той қамы қаражат күтіп тұр. Қалыңдығы төркінінде тыпыршып күтуде. Құрсағы бұлтиып кетпей тұрып, барар жеріне барып алмақ. Жігіт сабырымен ойнап сынағандай уақытта зулай береді ондайда. Бір әскери бөлімшеден арматура алатын болып келісіп, досын ертіп кеткен. Бірақ ол істің бәрінен бейхабар Дариға екі көзі төрт болып күн санап жүрген. Екеуі той күнін белгілеп, елге сурет таратып, кафемен келісіп, азық-түлік жеткізіп тырмысқанда. Ертең той, ертең ұлы күн. Өзге өмірдің есігі айқара ашылып, адам атамен Хауана жолынан түскен. Екеуді сынаққа салып, асау өзен толқыны қайықтарын сан тербейді. Ол толқында қол ұстасып, күш біріктіріп, махаббаттарын желкен еткен желіп өтеді деседі. Керісіп, ұрысып, түсінісе алмағандар батып кетеді деседі, кім біліпті. Құлақтанған ағайын тойға киер, барын дайындап, атырған сол таңда бір шөкім қара бұлт жаңа атқан күн бетін бүркеп кетті. Түс болды. Құда түсіп ешкім келмеді. Далаға бір кіріп, бір шыққан қалыңдық күйеу жігіттің ақбоз атының тұяғы сүрінбесе екен деп тіледі. Кейде тілектер орындалмайды, бірақ үміттер өлмейді. Үміттеніп, екі көзі төрт болған шақта апасы келіп құшағына басты да, басынан бағы ұшқан байғұс балапаным-ай, деп жылап жіберді. Не, мама, сен не дедің? Балапан? Бақ? Ол неге ұшады? Не болып жатыр? Бағдат қайда? Сабыр ет құлыным, той дастарханы қазаға жайылып жатыр. Дүние шыр көбелек айналды. Түс көргендей айналшық жеген қойдай үй ішінде айнала берді. Біреулер сатқындық істеп алдап әскери бөлімше маңында досы екеуінің денесін 20 жерден атып кетіпті. Дариға сенбеді. Бақыт құсының ұшып кеткен сәттегі қанатының сұлын естігендей болды. Жұбана алмады, ғайып болды деген сол әне. Әлі сенбейді. Марқұмның анасы табалдырығын аттамаған қыз байғұсқа өтініш айтып жіберіпті. Баламның тұяғын қалдырса екен деп, ел өсегіне төтеп берерміз. Қалдыр баланы, бір атаның отын өшірме. Балам, деп ризашылығын берді. Жесір деп ері қайтқанда айтар болар. Келін деп керілген керегесіне керіліп кіріп, иіліп сәлем салған керім салды айтар болар. Екі оттың ортасында қалған ару ерте солған гүл екен. Жастығын жалғас өткізіп, сусызда қалған ағаштай қалтырауда екен. Алладан медет күткені жауыннан ғана дәметкен ағаштың өлмес күнін елестетеді екен. Сондағы туған бала 14-ге келіпті. Анасының ерге адал болып, бесік күзетіп, етегіне намаз оқығанын сезініп, бір шүйке бастың тілеуін тілеп кетпесін деп тілеңіз. Түсік жасатып жатқан жас қыздарымызды ер азамат болып, өз ісіне жауап бере алса, қаншама көз жасы құрғар еді-ау. Қанша бала тәй басып, ұлы көпірмен ғажап өмірді көру бақытына ие болар еді. Шын әулие іздесең, анаға табын. Құрметің болса, қазақ қызына көрсет. Жылатпа оларды. Қыз көктем, көктем сырт айналса, өмір суып сала берер еді.
ал адамзатқа жылу керек. Олар саған зәрур. Егер оқиға ұнаған болса, біздің каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі оқиғаларда кездескенше сіздермен бірге қызықтаймыз.